Тек қазақта ғана дала төлқұжаты болады шырағым. Сенің сонда тіркеуің жоқ екен деген дауыс құлағын жарып барады. Жігіт пәтердің есігін жаба салып, жедел сатыны күтпей, оң қапталдағы баспалдақпен зымырай жөнелді. 10-шы қабаттан құлдилаған оның аяғы өз бетімен адымдап, тас басқышқа бірде тиіп, бірде тимейді. Шалынысып барып денесін тіктеп алады да қайтадан екпіндей төмендеп барады. Жаңа ғана үй ішінде болған әңгімеден жүрегі тарсылдап аузына тығылады. Қыз әкесінің сызданған үні құлағында қалып қойыпты. Қайта-қайта жаңғырып естіледі. Ең төменгі қабаттың темір есігін ашумен теуіп жібербеді, зіл темір былқ етпеді. Тарс еткен дауыстан есін жиған жігіт оң жақтағы түймешені байқап, жұдырығымен періп қалды. Шалқасынан ашылған есіктен сыртқа атып шықты. Биік үйдің алдындағы аллеяға қойып кетті. Мұнша тақымдап сұраққа алады деп ойлап па? Тегін адам оқудың түбіне жетіп профессор бола ма? Жігіттің басына алдымен осындай ой оралды. Шетте орналасқан сәкеге барып жайғасты. Құлағында әлі бағанағы үн. Бәріне әу бастан апам кінәлі. Сонда да ол байқұсты қалай жазғырайын деп ой санасына келіп, жалғыздығын жаны сезініп, көңілі құлазыды. Қыздың әкесі жеткен бақұлы танысуға келген баланы сонша тергемін демеген. Әйелі күнара Мөлдіртайдың көңілі қалаған жігітімен танысып, атаңызды берсеңізші, туыстар алдымыздан өтпекші деп қылқылдап қоймаған соң, қызына көз салған жігітпен танысу деген ата салтта жоқ әдет болса да, заман басқа болды ғой, жарайды танысайын деп келісім жасап еді. Араға күн салып осы сырықтай жігіт келді үйлеріне, мөлдіргеріп. Тікірейген қара шашы, бүркіт қабағы мінезінің қайратты екенін бірден көрсетті. Алдымен өткір жанары жарқ етіп, саламатсыз ба деп амандасты. Ер азаматтың ассалаумағалейкум деп қазақша қол ұсынбағанына үлкен кісі кіділеніп қалды. Қазіргі жастар қазақша амандасқанды біле де бермейді-ау, деп ойлады. Өзіне университеттегі студенттердің сәлеметсіздей салатын еске салып. Көргенде көзі тойған жігітті жұмыс бөлмесі кабинетіне бастады. Жігіт қысылғанын байқатып, екі аяғын қосып, бойын тік ұстап отырды. Екі қолы алдында. Жеткен бақұлы әңгімен алдымен өзін таныстырудан бастады. Мен Мөлдірдің әкесімін. Есімім Жеткен. Әкемнің аты Бақ болады. Сенің аты жөнің қалай деді. Нұржан Қалқабаевпын деді бала. Аудиторияда отырған студентіне ұқсап. Офпен, ефтен әлі құтылмағансыңдар ма? Деді күлімсіреген профессор. Құжат солай болып кетті деді бала. Басқа не десін? Әлі де кеш емес, оны түзетіп ал. Қай жақтың қазағысыңдар? Осы маңайдың, таудың арғы жағынанбыз. Әке шешең елде ме? Жоқ, қалаға жақындады ма? Әкем жоқ, анам бар. Қаланың маңындағы ауылда тұрады деді жігіт. Үні алғашқыдан бәсеңдеу шығып. Әкең қайда? Қай тума боласыңдар? Үлкен кісі енді бастырмалата жөнелді. Осы жерде жігіттің жүзі қызарып, даусы тіпті ақырындап, менің әкем жоқ, жалғыз анам бар деді. Әкем жоқ емес, ажырасқан ба не? Дүниеден өткен бе деп. Қыз әкесі тықақтап қояр емес. Жаңа ғана денесін тіп-тік ұстап отырған азамат белінен біреу періп қалғандай сылқ босап кетті. Үндемей сәл отырған соң, мына кісінің алдында еш нәрсені жасыруға болмайтынын ұғып, сауалға жауап беру керектігі есіне түскендей, әрең даусын шығарып, анам мені некесіз туған екен деді. Жалғыз қызына сөз салып келген жаннан, мынандай жауап күтпеген Жеткен Бағұлының тынысы тарылып, кеудесі қысылды. Ары қарай сұрағы таусылғандай тым-тырыс отырып қалды. Көрдемше деген сөз саны түпкірінен оянып, құлағына дың-дың етіп келіп жатты. Жігітте өз жауабының үлкен кісінің жанды жеріне тигенін біліп, жым-жырт отырып қалды. Бөлмеде өлі тыныштық орнап, қабырға сағаттың тырсылығына естіледі. Құдды екі азамат бір-бірінің тынысы алысын аңдып отырғандай. Мөлдір мен анасы еркектер оңаша сөйлесін дегендей, ас үйде күңкілдесіп, шай әзірлеп жатқан. Қолы ыдыс аяқта болғанымен, көңілі осы жақта жүрген қыз, бұлардың үндері естілмей тыныштала қалғанын шошығандай есіктің арғы жағына келіп, тыңдай қалды. Жүрегі аузына тығылып, бір бәле шақырғандай ма қалай? Жаңағы Қалқабаев деген кімдер?
деді бір кезде ұзын сонар тыныштықты бұзып қыздың әкесі. Анамның тегі ғой, деді байқұс бала. Нағашыларың екен ғой, Ағы тыныштық басталды. Әркім өз ойымен әуре. Көрдемше деген сөз егде кісінің миын шағып барады. Қыздың әкесі мен жігіттің әңгімесі жараспағанын Айғаным бәйбіше алыстан сезді. Еліктей үркіп, есік сыртында тұрған қызына: «Мөлдір, бер кел, неғып тұрсың?» Тыңшы құсап деп шақырып алды. Сол аралықта кабинет жақтан профессордың үні қайта естілді. «Нұржан, шырағым, енді сен қайрудан боласың». Сасқан үйрек артымен сүңгейді дегендей, жігіт анасының руын айтты. Енді жетен қария: «Нұржан, айналайын, шыққан тегің бұлыңғыр екен. Қарға тамырлы қазақта жет ата деген болады, естуің бар шығар. Бабаларымыз жазу сызу болмаған заманда шежіре қайыру арқылы жет атасын түгендеп, бірін-бірі танып ажыратып отырған. Әлемде қазақтан басқа ұлтта шежіре қайыру деген жоқ. Сол шежіре шатаспау керек. Кейбір ұлттарда ұрпақ, ұлт анасы жағынан жалғасады, ал қазақты әке жағынан таратады. Жет ата деген жеті әке. Жамағат жет атадан аспай қыз алысып, құдандалы болуға тыйым салған. Мұның бәрі ұлт қанын таза сақтаудан туған нәрсе. Ұлт болашағы ұрпақ тазалығында. Қазақтай арлы ұлттың мына маңдайымыздағы басқа ұлттардан артықшылығы да сонда. Тек қазақта ғана дала төлқұжаты деген болады, шырағым. Ол әрқайсымыздың қай жүзге, қай руға, қай атаға жататынымызды еш жерге жазбай-ақ ауызша бір-бірінен айырып береді. Соның бәрі әке қанымен келеді. Ал әкесі кім екені белгісіз адам оған тіркелмеген болады. Яғни сенің сонда тіркеуің жоқ екен. Мүмкін анаң білетін шығар тегіңді, деді балаға бажайлап қарап. Жалғыз басты әйелдің баласы атанып жүрегі жаралы өскен ұлдың алдынан осы мәселе тағы шығып, ескі жараның орнын тырнағандай көрінбес қан шығарды. Алматыға жоғарғы оқу орнына түскелі бері ешкім ата тегін сұрап есіне салмап еді. Енді міне, анау-мынау емес жаны сүйген Мөлдірдің әкесі дала төлқұжатына тіркелмеген екенсің деп отыр. Жігіт жүрегін тіліп жатқандай күйге түссе де шыдап үндемей отыр. Бәріміз бір таудың бауырында өсіп өніп отыр екенбіз. Алда-жалда менің қаным мен сенің қаның аталас болмасына кім кепіл? Біздің ұлт ұрпағы дүниеге келмей тұрып қосылатын екі жастың қаны араласпай сапалы ұрпақ болуын ойлаған. Оның ұлттық, әлеуметтік саяси мәні бар. Сол замандарда адам қанын зерттейтін институт болмаса да ұрпағын даланың, ұлттың жазылмаған қағидасымен тәрбиелеген, жеті атасын білдірткен. Оны білмеске салтқа нұқсан келетіні бір басқа, болашақ дүниеге келетін ұрпақтың тағдыры не болады? Өзің дәрігерсің, генетика дегенді жақсы білесің деп сүзіле қарады. Жігіт жер болып тіс жара алмай қалды. Не десін? Анасының бір кездегі қателігіне баласы басымен жауап беріп отырды. Мен сені көргеннен көзім тойды, бірақ көңілім орнында емес. Ренжімесең, анаңнан кім болса да әкеңнің бір хабарын біліп кел. Тегіңді анықтамай, батамды бере алмаймын. Ұлтымның дәстүрін, ұстанған қағидасын біле тұра қызымның махаббатына бола дала заңын бұза алмаймын. Бұл мәселеде сенің титтей де жазығың жоқ. Сені жазғыруға, күстаналауға менің де хақым жоқ. Егер қызыма сөз салып келмесең, сені бұлай тергемес дедім. Балам, ренжіме. Сондықтан айып етпе, анаңмен сырласып, шыққан тегіңді нақтылап кел, деді үлкен кісі. Қолына ұстап отырған көзілдірігінің әйнесін шүберекпен сүртіп, көзіне киіп алдында жатқан кітапты қолға алды. Бұл осымен әңгіме тәмам деген еді. Соны айтқызбай оққан жігіт созыла орнынан көтерілді. Есікке бұрылғаны сол еді, кейуана кірді де бөлмеге: «Нұржан, шырағым, шай ішпедің бе? Ең болмаса, нан ауыз тисеңші», деп қалбаңдап жатты. «Ағай, сау болыңыз, рахмет апай», деген жігіт асығыс адымдап сыртқа есікке беттеді. Мөлдір қыз болса бәрін естіген құлағымен қоса, ақ жүзі де қызарып, ұяттан өртеніп, ас үй мен қонақ бөлменің ортасындағы есіктің артында тығылған күйі қалды. Нұржан намысын қоздырған, жүрегін жандырған үйден тезірек кеткісі келді. Сүйіктісінің қандай күйде қалғанын бағамдамады да. Әйтеуір осы босағадан шыққанша жан таппады. Аяқ киімінің қалай кигені де есінде жоқ. Атып шықты. Марзия жасы 30-ды орталағанша
оң жақта отырып қалды. Бес ұлдың артынан ерген жалғыз тал гүлінің әлі күнге құтты орнына таба алмағаны анасы Айтбаланың жанына бататын. Қыздар педагогикалық институтын бітірген, ақылы ешкімнен кем емес, томпиған ғана сүйкімді бала анасы үшін. Ауылдағы мынау деген қадірлі мұғалім. Әйел бақытына жету үшін ақыл мен жақсы қызметтің аздық ететінін Мәрзияның анасы жан дүниесімен сезініп жүрді. Бар бәле ана үндемес мінезінде. Ішімдегіні тап деп отырғанға кім жуысын? Бесеуің жабылып жалғыз қайын сіңлілеріңді құтты орынға қондыра алмай жүргендерің мынау деп, келіндеріне де ренжіп алатыны бар. Жалғыз қыздың жасауы деп жинаған жиһаз, көрпе жастық ыдыс-аяқта жайына қалды. Жатып тозып барады. Қыз ұзатып, құда келтірсек деген арманмен әкесі дүниеден өтті. 5 ағасы 5 шаңырақ болды. Өз қызықтары өздерінде. Әулеттеріне дәулеттері, дәулеттеріне сәулеттері жарасып өсіп өніп жатыр. Тек мереке той-томалақта бас қосқанда ғана жылы шырай танытып қарындасының маңдайынан сүйетіндері бар. Ал жеңгелерінің әрқайсының өзімен қарым-қатынасы әртүрлі. Әулеттің тұңғыш келіні Балымша, Мәрзияның 13 жасында түсті. Өзін кішкентай деп тергеді, содан ба анасындай. Ал екінші жеңгесі Сабыргүл. Есімін ата-анасы тауып қойғандай салмақты, сабырлы. Ол да кішкентайым деп отырады. Әпкесіндей қамқор. Өзіне керекті көбіне осы жеңгесіне алдыртады. Үлкен екі ағасының балаларын мектеп бітіргенше бағысып, арқалап келді. Үшінші жеңгесі Тұрар. Әулетіне перзент тұрмай жүргенде көрген екен. Әбден ерке, әпенділеу, ойына не келсе соны орындатады күйеуіне. Тіпті ата-енесіне де еркелеп, жалғыз келіндей жүреді. Арамдығы жоқ, ақкеден кеңпейіл, әрі мұғалім болған соң ба оны күллі ауыл еркелет десет те болады. Мәрзияның әке-шешесі де жанымызға жайлы деп осы келінді қолға ұстаған. Өзі балажан байқұс, жылара туып алдындағы екі жеңгесінен асып түсті. 5 баласы үйді басына көтеріп, есіктен төрге дейін киім-кешектері шашылып жатса да, өздері төбелесіп жатса да, тәйттемейді ғой шіркін. Сонысына кемпір шалда риза. 4-ші жеңгесі Жұбаныш. Ең жанына жақын, сырласы, мұңдасы, нағыз жұбанышы. Адамның есімі тағдырын жасайды дегені рас шығар. Кенже келін өзімен құралпас Гүлдерай. Шіркін, нағыз Гүлдерай ғой. Гүлдерай десе дегендей, өзі де гүлде құлпырған, өмірі де гүл-гүл шайнаған. Алла оған өмірді тек қызық көру, рахаттану үшін бергендей. Ағасы да соның айдауында. Әулеттің кенжесі болған соң қара шаңырақпен ата-ананың иесі солар болуы керек қазақы дәстүр бойынша. Ал ол екеуі Алматыда тұрады. Ауылға оралуды ауызға алдыртпайды еркек жеңешесі. Қариялар да кенжелерінің қолына тұруларын керек не? Оларды қара шаңыраққа алдыру керек деген үлкен ұлдың сөзіне азар да безер болады. Қой, шырағым, біз Қанат пен Тұрардан айырылмаймыз. Гүлдерай қалаға лайық бала ғой. Санатжанды да қызметінен бөлмейік деп сыпайлап құтылады. Сол Гүлдерай жеңешесі Мәрзияны өкшелеп, жүрген тұрғанын аңдып отырады бір жаманы. Оның неге өзімен осынша бақталас екендігін қайын сіңлісі түсінбейді. Екеуі құрдас, тетелес бауырының жары болғанымен жақындығынан тайталасы басым. Бекер обалдары қане? Үлкен жеңгелері осы босаған аттағаннан жалғыз қайын сіңлілерін өкілеп ұстап, қабағына қарап келеді. Мәрзия мектепті аяқтап, институтқа түскенше 3-ші ағасы Талғат пен жеңешесі Жұбаныштың қолында тұрды. 4-ші курсты бітіргенше бағыты үй, институт үй болатын. Күзде 5-ші курсқа келсе топтағы біраз қыз жазғы демалыста той жасап күйеуге шығып келіпті. Жанындағы жалғыз досы Жұпары. Екеуміз үйден қатынап, оқып бар қызықтан құр қалып жүр екенбіз. Біздің жатақханада тұратын қыздар сабақтан кейін қыдырып, өмірі көріп жүр екен, деп жаңалық ашып отыр. Қандай өмір деді жаратылысынан аңғал Мәрзия. Азви мен политехтің жігіттерімен танысып кино, театрларға барып қыдырып жүр екен, кешке қарай. Ой, бізді оған кім жіберіпті? Осылай кім жібереді деп жүре берсек, дипломды құшақтап салтпасты сабау қамшылы дегендей болып, ауылға қайтамыз ғой, деді құрбысы. Енді не істеуіміз керек? Біздің басты шаруа оқу, диплом алу дейді Мәрзия, негізгі мақсаттарын нақтылап. Солай ғой, бірақ та студент кезімізде күйеуге тиіп алмасақ, қалып қоямыз қатарымыздан. Содан кейін ауылға барып, оқымаған біреудің шұлығын жуып, сиыр сауып от жағамыз деп қорқыта бастады.
Биылдан қалмай байға шығуға бел байлаған құрбысы. Ал сонда қалай танысамыз? Аты жөні жоқ, кімге жабысамыз? Жатақханадағы қыздармен байланысты күшейтіп, араласуымыз керек. Солармен бірге біздің институтты шефстволыққа алған оқу орнының жігіттерінің шақырған кештеріне қатысайық. Сонда қармаққа бірдеңе ілінер деп қулана күлді жұпар. Құрбысы әпке жездесімен тұрады. Сабақ үлгерімі шамалы. Мәрзияның жазып әзірлеп келгендерін көшіріп пайдаланады. Кітапханаға баруға да онша құлықты емес. Тұрмыстары ауыр отбасынан болған соң әпкесімен бірге көбінесе базар жағалап кетеді. Көрейік, тек ана алмаға ұқсап, кирзаводтың жігіттерімен қыдырғым келмейді. Есіңде болсын, оны сезсе мені көкем үйге қамап қояды деп өз қорқынышында жасырмады Мәрзия. Сонымен екі қыз жігіттермен танысып қыдыратын. Тіпті оқыған болса соларға күйеуге шығып алатын болып тарасты. Әне-міне деп жүргенде жаңа жылда таяды. Жатақханадағы қыздардан өз топтағындағыларды мал дәрігерлігі институттың жігіттері жылды бірге қарсы алуға шақырғандарын естіді. Күлдария деген шұқалақтау қыз бар еді, сол бір күні сабақ үстінде: "Қыздар, несін айтасыңдар? Дәуреннің достары қатты әзірлік үстінде бізбен таныспақшы" деп келді. Дәурен дегені жерлесі көрінеді. Содан кейін қыздарда "Сен не киесің, мен не кием" басталды. Мәрсия да жеңгесі Жұбанышпен ақылдаса отырып, дүкеннен дүкен қоймай дегендей жүріп, шырша түстес бір көйлекті әзірледі сол кешке. Үлкен жеңгелері кішкентай деп еркелеткенмен өзінен 3 жас үлкен Жұбаныш, Марзик деп атайтын. Екеуі жақын достар сияқты еді. Кілең, ер баланың ортасында өскен соң ба өзі не сыныпта, не курста қыздармен бірге достасып, құпия сырласып кете алмады. Үй тіршілігі апасымен жеңгелерінен аспайтын болған соң, барлық уақыты не кітап оқуға, не теледидар көруден аспайтын. Жалғыз қыз деп өсірген соң, үй тірлігіне де икемсіз болды. Өмірінде ине ұстап, түйме қадаған емес. Ауылда тұрғанымен от жағып күл шығармапты. Сиыр саумақ түгілі қораға барып көріп пе? Қалаға келгенде де қызметке ілініп, жаңа пәтер алған ағасының үйінде Марзик болып еркелеп жүрді. Сабағын ғана оқып, ал жігітпен танысу, күйеу іздеу деген ойы түгілі түсіне кірген емес. Шырша түстес көйлекпен құрбы-құрдастарының ортасында жаңа жылдық қарсы алды. Екі қыз мақсаттарының алғашқы қадамын жасап жігітпен де танысты. Құмарларынан шыққанша биледі, шараппен де ауызданды. Екеуін екі жігіт қолтықтап үйлеріне дейін шығарып та салды. Жұпарды таңдағаны 2-3 күннен соң оқу корпусына іздеп келді. Ал Мәрзияның жігіті сол бір шығарып салғаннан үшті күйлі жоғалды. Менің штангист сияқты формамнан шошып кеткен шығар деп шағынды құрбысына. Шындығында Мәрзияның аталары дембелше, шойын қаралар тұқымнан болатын. Алма ағашынан алыс түссін бе. Жыныс әйел демесе, бұл қызда тұқымынан ұзамады. Тек ағаларынан сәл ашаңдау, жанары ашықтау еді. Бет келбеті анасына келетін. Мінезі, апасы айтпақшы, ішімдегін тап деп тұрады. Кім мұның не ойлап тұрғанын, ішін қандай арман тесіп жатқан қайдан білсін. Осы күнге дейінде не өскен ауылында, не басқа жерде еркек атаулы бұған назар аударып, не бұл оларға көңіл бөліп көрмепті. Ауылда самандастары арыстандай ағаларынан қаймақты, алыстағыларды бұл тарта қоймады. Сонымен уақыт шіркін зымырап бара жатты. Енді міне топты жігіттің ортасынан да біреу бұйырмады. Биылғы жылдан қалмай байға тию мақсатын алдына қойған Жұпар өткенде танысқан жігітімен әлек болып, мұны ұмытты. Тағы біреумен таныстыра қалатындай басқа дос та жоқ жанында. Сабақтан келе жатқан жолда жабысатын кирзаводтың қасқаларын бұл менсінбейді. Сөйтіп жүргенде көгілдір көктем өте шықты. Диплом жұмысы басталды. Бағыт үй, кітапхана, институт, үй болып өзгерді. Қоғамдық көлікте көретін ер азаматтың бәрі жанталасып жүгіріп жүреді күнкөріспен. Қызға қарамақ тұрмақ түсетін аялдамасынан өтіп кетіп, естері шығып жүреді. Кітапханадағы жігіттер қағаздан бас көтермейді. Диплом да жазылды. Өте жақсы бағаға қорғалды. Өз оқыған мектепке ұстаз болып оралды. Оқудың түбін тауысып келген қызы апасының мақтанышы болды. Тұрар жеңешесі де сол мектепте физик еді. Декреттік демалысқа шығып, бұл орнын басты. Сол жылы Қанат көкесінің ортаншы ұлы 1-ші сыныпқа баратын болып, соны жетектеп 1-ші қыркүйекте мектепке келді. Өзі білу мен өзгелерге білдіру екі басқа. Білгенін кісіге білдіру, яғни балаларды оқыту өз алдына бір ғылым деп,
Міржақып Дулатов айтқандай, диплом алып шыққанының барлығы мұғалім бола алмайды екен. Өзіңнің білгеніңді оқушыға үйрету үшін шеберлік керек екен. Институтта кураторлары Раушан апай, мұғалім болу үшін жүрек, ми, қол керек. Жүрек – балаға деген махаббат, ми – білім, қол – шеберлік. Үшеуінің біреуі жоқ болса, ол мұғалім емес дейтін. Сол айтқанын көңілінен шығармай күнделікті жұмысына бағыт етіп, бар ынта ықыласын салып, абай бабасы айтпақшы ұстаздық етті жалықпай үйретуге балаға. 21 жасынан басталған мұғалімдік жұмысы бір мектепте 15 жылға созылды, бірақ тағдырында еш өзгеріс бола қоймады. Мәрзияның жалғыздығы әсіресе ішкені алдында, ішпеген артында 5 ұлдың ортасында алқып-шалқып отырған айтпала бәйбішеге қатты бататын. Қызына қанша қалып қоясың, ертеңіңді ойла жұмыс деп жүре бермей біреудің етегінен ұста деп қақсағанымен, намазының батасына қосып тілеп жаратқанға жалбарынып жатса да, Мәрзияға теңі табылмады. Өзі жетектеп апарған қанат көкесінің ортаншы ұлы да мектепті бітіріп, институтты орталады. Енді әулеттен рұқсат болса келінін әкелмекші екен. Анасы, ойбай-ау, өзің жаялығын жуып өсірген Русланжан шаңырақ көтерейін деп жатыр, енді қайттық деп заршылады. Ағалары, қыз бала жат жұрттық деп алақанға салып, аялап жүргендермен, жүрек түпкірлерінде орталарындағы жалғыз қызғалдақтың өз бақытын тапқанын қалайды. Әрқайсысы өз алдарына шаңырақ болып, бәйтеректей жайқалып өсіп өніп отырғанда қарындастарына қарап көңілдері қоңылтақсиды. Жеңгелері де, әзілмен де, туралапты айта-айта шаршады. Қайын сіңлілерін таныстырмады емес, реті келген кезде алғашында жас жігіттермен, кейіннен әйелі қайтыс болған, ажырасқан дегендей басы бос ер азаматтарды көрсетіп жүрді. Тіпті өз аудандарының әкімінің орынбасарының жұбайы өмірден өткенде, тауып тұрар жеңешесі онымен де таныстырған. Көн етіктіні менсінбей, көк етіктіні кездестірмей жүргендегі көк етіктінің көкеседі. Жетім қалған 2 баласымен қолында анасы бар екен. Оның жайында жеңешесі түсіндіріп жіберді. Балаларын көп көрме, мейіріңді салып қарасаң, күйеуің разы болады. Не ішем, не кием демейсің, өзіңде өсіп өнесің. Балалары ертең-ақ бір-бір шаңырақ болып кетеді. Ауданды уысында ұстап отырған еркек тіпті облысқа өсуі де мүмкін деп жатқыза түсіндіріп таныстыруға бір туыстың үйіне алып барған. Бәріне көніп келген қыздың күйеу жігітті көргенде көңілі су сепкендей басылды. Ауданда алақанында ұстайтын ақыл берген құлына Алла ең болмаса бір қарыс бойды артық бермепті. Өзі де тырайған арық немекен. Көргеннен көңіліне жақпаған жігіттің үні де құлағына жақпады. Бұл кезде 30-ды орталаған Мәрзия толса бастап еді. Күйеу жігіттің жанында отырғанда өзі қатты қымсынды. Кейіннен үйге қайтып келе жатқанда жеңгесіне, «Тұраш тәте, ананы қолтығыма қысып жүрем бе?» деп ұнатпағанын білдірді. Содан кейін жасы ұлғайып қалды ма, таныстыра қоятындардың реті келмеді ме, жеңгелері тынышталды. Тек қалаға қыдырып келсе жұбаныш жеңешесі ғана, «Марзик, осылай жүресің бе? Ең болмаса өзің үшін бір бала туып алсаңшы» дейтінді шығарды. Сыңарын таппаған қыздардың уақыт өте келе пайда болатын психологиялық өзгеріс, оңашалықты қалау. Ешқайда барғысы келмеу, Мәрзияның да мінез құлқынан қылаң бере бастады. Үй, жұмыс, үй деген бағытқа да бой үйретіп алды. Бойын бір енжарлық билеп, не нәрсеге де қызығушылығы азайып, бір сарынды өмірге көндіге бастады. Жыл өткен сайын салмағы да өсіп барады. Әйтеуір бір қуаныш сыйлайтын шәкірттері. Мектептегілері шүпірлеп, маңайынан шықпаса түлектері үзбей хабарласып тұратын. Студент болғандары каникулға келсе, жұмыс істейтіндері демалысқа шықса алдымен Мәрзия Сейтен қызын іздеп келіп сәлем береді. Жаңалықтармен бөліседі, өздеріне ақыл кеңес сұрайды. Көңілін аулап кішігірім сыйлық жасайтындары да бар. Ұзақ жылғы еңбегін ескеріп, директордың тәрбиесі бойынша орынбасарлығына жоғарылатылды. Жаңа қызметі үлкен жауапкершілік жүктеп, бойындағы енжарлықты қуып, қызығушылығын оятты. Жаңа бағдарламаларды игеру үшін көп оқып, көп ізденуге тура келді. Бүгінгінің балаларының көзқарастары да жаңаша. Эмансипация заманының жастарының тәртібі де өзгеше. Соның бәрін түсініп келсін, тереңірек игерсін деп Республикалық білім жетілдіру институтына жаздық курсқа жіберді. Басқа облыстардан да мектеп басшылары жаңа бағдарламалармен оқыту,
мектепке жаңа технологиялар мен әдістемелерді енгізу мәселелерін тереңдете үйретуге шақырылыпты. Жататын жерлерде оқу орнына жақын, асханасы да ішінде. 30-дан астам мектеп басшылары оқушылардың жазғы демалыстарында өздері оқуға кірісті. Осы жолы Мәрзия ағасының үйіне тоқтамай, сабағына жақын жатақханаға орналасты. Өзінше 30-ды орталағанда өз билігі өзіне тиген түрі. Өмір бойы ананың, аға жеңгенің арқынан шықпай келеді. Әлі күнге дейін бір еркектің құшағына кіріп, жан дүниесі еріп сүйісіп көрмепті. Мектепте оқығанда үйдегілерден аса қалмады. Институтқа түскенде аға жеңгесі сабаққа апарып алып қайтатын. Қыз болып қылтиып не бір киноға, не бір жастар бас қосқан кештерге барып көрмепті. Өзінің де еркекті ерексіз қарататындай не бір сұлулығы, не сымбаты, не қылығы жоқ. Біреу сұрақ қойып сөзге тартпаса, балықтай болып үндемей отыра береді. Бәленде еш қызыққа елең етпейді. Енді бір өз билігі өзіне тигенде балымша жеңешесі: «Марзик, неге үйге келмейсің?» деп еді. «Рахмет, өмір бойы үйде жүрмін ғой, мен де бір жатақхананы көрейін де» деді. «Қыз-ау, саған бір жақсылық болатын шығар» деп жеңешесі күлді. «Болса болар, қашанғы күтем, осы жолы не бар, не жоқ қылам» деп, бұл да күліп жауап берді. «Әумин, әумин, не болса да оңынан болғай, тойыңда тоң киіп қалармын» деп әзілдеді. Саудың айтқаны келмейді, жындының сандырағы келеді деген шын екен. Дәл сол бостандығы кәрі қыздың өміріне айтса сенгісіз өзгерістер әкелді. Тағдырыңа жазылған адамды көргенде жүрегің бүлк ете түседі дейтін баяғыда Шарайна курстасы. Сол айтқанда еркек атаулыға аса назар аудара қоймайтын Мәрзия Нұрғалиді көргеннен көңілінде өзгеріс пайда болды. Сонау Ақжайықтың бойынан келген мектепте директор көрінеді. Бірге сабақ бастаған 30-дың 20-сы әйелде, оны еркек. Сол 10 ер азаматтың ішінде көзіне оттай басылып, жұлдыздай жарқырады. Аңқылдаған ақ көңіл, иман жүзді. Сабақ арасындағы үзілісте неше түрлі әзіл әңгімесі мен анекдоты дайын тұрады. Тәжірибе алмасуға барған мектептерде де жұрттың назарын бірден өзіне аудартады. Білім жетілдіруге келгендер оны старосты сайлады. 2-3 күннен соң ол танысу кешін өткізуді ұсынды. Бәрі де отбасы мәселелерінен, мектептегі таусылмайтын тапсырмалардан, ата-аналардың алдындағы жауапкершіліктен шаршап, бостандыққа шыққандай болып бас қосқандар болатын. Мына ұсынысқа қуана келісіп, тездетіп ортаққа қаржы жинап үлгерді. Жұма күнгі кешке мейрамханаға тапсырыста берді. Мәрзия да бір жерге шығып қалсам деген шабаданға салып келген көк жібек көйлегін киіп топқа қосылды. Мейрамхана алдында домбыра арқалаған Нұрғали кездесті. Қызды көріп: «Пай, Мәрзия, құлпырып кетіпсің, бүгін тек сенімен билеймін» деп әзілмен қарсы алды. Өмірінде еркектің осынша мақтауын естімегенде: «Сәлеметсіз бе?» деп қып-қызыл болып, жүзі жанып ұялып кетті. «Сәлем, бағана сабақта бірге болдық емес пе?» деп қызға жақындап, иығынан орай құшақтап ішке екем деді мейрамхананың кіреберіс есігін ашып. Денесіне еркектің қолы тигеннен діріл жүгіріп өтті де қаны қызып кеткендей болды. Аяғына киген биік тақа топылаймен шалынып кете сақтап баспалдақпен көтеріліп келеді. Нұрғали алғаш көргеннен-ақ Мәрзияның 30-ды орталап қалса да, әлі еркекпен қалай еркелеп сөйлесуді білмейтін баладай аңғалдығын байқаған болатын. Содан реті келсе бір әзіл тастап, қызды қызартып, алған өзіне ұнайтын. Бүгінгі танысу кешін өзі ұйымдастырып, өзі асабалатып бар өнерін салды. Домбырасына қосылып, әуелетіп әнде шырқат. Өз айтқандай қайта-қайта Мәрзияны биге де шақырды. Осы жасқа дейін қанша бас қосуларға, құрбыларының тойларына барғанмен қыз болып қылымсып, не жігіттің құшағына еміне кіріп билей көрмепті. Нұрғалидің бауырына қысып алғанынан Мәрзияның тіпті басы айналып кетті. Мұрнына еркек әтірінің иісі келіп, денесін белін орай ұстаған білегі мен кеудесіне жабысқан кеудесі қыздырып бара жатқандай. Нұрғали қоярда қоймай шарапты ішкізіп жіберді. Басқа елдер тартынбай жатқан соң, бұл да жартылай ішіп салып отырды. Кеш өте көңілді болып, бәрі бірге түнгі Алматыны тамашалап жатақханаларына жаяу қайтты. Нұрғали да қызыңқырап қалған екен. Қызды қолтығынан алып шалқып келеді. «Достар, жүрсің қайда?» деп әндетіп те қояды. Баяғы студент күндеріндегідей көшеде ән шырқап, жастық шақтарын еске алысты. Әрқайсысы әр жылдары оқығанмен барлығы дерлік жоғары білімді,
осы Алматыдан алған болып шықты. Өте көңілді оралған олар бірін-бірі бөлмелеріне шығарып салысып, біраз әбігерге түсті. Нұрғали да Мәрзияны бөлмесіне дейін жеткізіп салып, бетінен сүйіп, қайырлы түнін ұмытпай өз қабатына кетті. Ертесіне демалыс күнін Мәрзия аға жеңгесінің үйінде өткізіп қайтты. Жұбаныш: «Марзик, Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналыпсыңдар, ішінде саған лайық бір джентльмен жоқ па екен?» деп әзілдеді. «Жан жақтан келгені болмаса, бәрі үйлі, баранды еркектер ғой. Несі бар? Еркек үйден 40 қадам шыққан соң, бойдақ деген бұрынғылар. Қазір тіпті еркіндікке шығатын шығар. Солардың ішіндегі жібі түзу біреуіне жабыссаңшы». «Ту, жеңеше, жабысқан несі?» деп қызарып кетті. «Марзик, жаным, саған мен айтпасам кім айтады? Апам сенің жалғыздығыңды ойлай-ойлай қартайды. Қанша бақытты десек те сен ойлап қасіреттенеді. Әзірге ана үйге апам болған соң сыйып отырсың. Оларда келін түсіріп немере сүйгелі отыр. Әркімнің өз қызығы өзінде. Осы бетіңнің қызылы барында өтіп кетпесең, жастық шақтың қалай зу етіп өте шыққанын байқамай қаласың» деп баяғыдан айтып келе жатқан жырын жалғастырды. «Қайдағы беттің қызылы? Қайдағы жастық, жеңеше? Мен күйеуге шығудан қалдым ғой, мойындайықта. Менің қатарларым шаңырақ ұстап отыр. Әйел өлгендермен ажырасқандарды таныстырып көрдіңдер. Проблемалары басынан асады. Мен 40-қа келгенде барып біреудің қиындығын бөліскім келмейді. Одан да құда да тыныш, құдағи да тыныш, жүргенім дұрыс» деп мұңайып қалды. «Ендеше жаныңа жалау боларлық бала туып ал. Ең болмаса қартайғанда жалғыз қалмайсың. Уақыт деген сондай тез екен. Әне біздің балалар да университет тәмамдап жатыр. Кімнен туам? Ешкімнен байланысым болмаса», деді ұяла даусы күмілшіп. «Байланысың болмаса байланыс жаса. Қашанға асылыңды сары майдай сақтап жүрмекшісің» деген жеңешесі көзі күлімдеп аяқтады сөзін. Мәрзия Жұбанышпен осынша ашық сырласпап еді. Жердің тесігі болса да кіріп кетерде ұялып кетті. Терезеден түскен кешкі күннің сәулесімен жүзі нарттай қызарып алаулап тұрды. Біразға дейін тілін жұтып қойғандай үндемей отырып қалды. Шайын қайта ысытқан жеңешесі алдына кесесін қойып жатып: «Қызау, қанша қашсаң да осы тақырыпқа келетін уақыт болғаны» деді, қайын сіңлісін тығырыққа тірегендей. «Жеңеше, енді бұйырғаны болар. Осы жауапты мен естігелі қанша жыл өтті? Өзің ұмытылмасаң бола ма? Есіңде болсын. Жыламаған балаға емшек бермейді дегенді естіген шығарсың. Жұмыс деп әзірге алданып жүрсің. Ертең ақ зейнетке шығатыныңды ойла. Зейнет жасы келген күні сені жұмыстағылар керек қылмайды. Қазір заң солай. Баяғы біздің апайларға ұқсап сүйретіліп жүре бермейсің. Қайда барасың? Жалғыздық сонда басталады» деп жеңгесі үстемелетіп келеді қорқынышты. Мәрзияға қашатын жер қалмағандай. Не деп жауап берсем екен деп отырғанда: «Қыздар, қалайсыңдар?» деп көкесі ас үйге кіріп келіп қиындықтан құтқарды. Ағасының үйінен шыққаннан өзі басқа бір әлемге еніп кеткендей болып, аялдамадан өтіп кетіп әйтеуір жатағына жетті ғой. Бөлмесіне енгеннен ештеңеге зауқы соқпай, жартылай шешініп төсегіне құлай кетті. Сол жатқан қалпы бар өмірі кинодан көргендей көз алдынан өтіп жатты. Міне 3 мүшелді артқа тастады. Жалғыздан жалғыз жатысы мынау. Шаңырағы бөлек ағалары мен 80-нен асқан анасы бар демесе, жаны да жүрегі де жалғыз. Өзі қатарлы қыздардан еш жері кем болмай бой жетіп еді. Бүгінде олардың бәрі бір-бір шаңыраққа ие болып, жарық ұшып, бала сүйіп шыға келді. Бұл болса түндерде тізесін құшақтап, күні бойы жаттың баласының тілеуін тілеп, тәрбиесін күзетіп өмірі өтіп барады. Сондай бос, ешкімге керексіз өмір. Жанында не дос, не жар жоқ. Мектеп қабырғасында жүргенде кейбір қыздар ессіз ғашық болып, хат алып, бозбалалармен айлы түндерде қыдырып, тілінен бал веріп, кейбірі жігіт құшағымен танысып та үлгерген еді. Ал Мәрзияның ағаларынан аяғын тартты ма немесе салмақты мінезі, ешкімді елең еткізбейтін қарапайым ғана түр тұлғасы қызықтырмады ма, ешкімнен хат хабар алмады. Ешкім оған ғашықтығын айтып, сезімін білдірмеді. Бұл да қыз болып қылмыңдап, қылық көрсетпеді. Сабағын оқып, барлық қызықты алдан күтіп жүре беріпті. Әкенің ақ шаңырағында өмір бойы осылай алшаңдай басып өтетіндей болыпты. Дүние-ай. Институтқа өз білімімен түскен соң жақсы оқуға тырысты. Физика пәнінің мұғалімі деген диплом қолға тигенше оқи берді. Оқып, неге жетті? Өзі бітірген мектепке келіп ұстаз болды.
Мұғалімдік жоғары білім алып келген қызға ауылдың жігіттері көз сала бастады, ал Мәрзияның күткені ақ боз атты ханзада еді. Қолында пәпкісі бар, басында шәпкісі бар деп апасы айтпақшы, жігіт болатын ең болмағанда. Сонымен көк етікті кездеспей, көн етіктіні менсінбей жылдар зымырап жатты ғой. Әлі де өте берер. Осылай жүре берсе жылдардың бір жылында, күндердің бір күнінде өмірде таусылар, жалғыздан жалғыз ана дүниеге аттана барар. Басқалар өмірін жалғастырып, өсіп өніп жатар. Алғашында іштері өртене жылаған бауырлары қырқын, жылым берген соң-ақ ұмыта бастар. Тек шәкірттері ғана бастары қосылғанда еске алып отырар. Өмір бойы бір бағытпен жүріп келе жатыр. Анасы кішкентайынан қыз деген жырбаңдап күле бермеуі керек. Қыз деген үйден орынсыз шықпау керек. Қыз деген әркімге еріп орынсыз ойын сауық құрмауы керек. Сабағына бар, үйге кел, басқа да шаруаң болмасын деп қақсап өсірді. Сол шектеулерден әлі шыға алмай келеді емес пе? Қолы босаса болды жата қалып ұйықтайтын. Қатал ағалары мен анасының күзетінде жүретін мұны қатарластары көңіл көтерсе орталарына қоспайтын. Әрі тұрар жеңешесі мұғалім болған соң бас қосуларын бұдан естіп қалып директорға жеткізеді деп қорқатын. Жалғыз құрбысы Шәрбанкүлдің өзі не істеп жүргендерінің бірін айтса, бірін айтпайтын. Ешкіммен араласпай, қолы боста ұйқысын қандыратын бұл енжар болмай, кім енжар болсын? Бой ортадан төмен болған соң ет алуға бейім. Кішкентайынан ет жеңді болды. Тек мейірімге толы жанары ғана адамға жылы ұшырап қарап назар аудартатын. Сол жанарының өзі кейде маңайына енжар қарайтын. Осы енжарлық жуастық қадамын кері жүргізіп тірлігін кері тарттырып келеді. Соның өзін бүгін түсініп, бүгін мойындап отырғандай. Жатақхананың темір төсегіне салынған төсеніштің әр жерге түйіртпектелген мақтасы жамбасына батқанына қарамай ағыл тегіл жылап жатыр. Мағынасыз өміріне қайғырып, есіл өтіп бара жатқан жастық шағын жоқтады. Ақын Тұрсынжан Шапай айтқандай, армансыз жатып қайғырып, армансыз жатып жылады. Дүйсенбі күні сабақтан соң тәлімгерлерді Қаскелең қаласындағы үлгілі мектепке алып баратын болды. Бәрін баяғы шәкірт кездеріндегідей автобусқа салып алып жүрді. Нұрғали әдеттегідей жетекші. Әрқайсысын түгендеп, анау қайда, мынау кірді ме деп сұрастырып, жанындағы қыз тізім бойынша түгендеп жатыр. Нұрғали көліктен шығып түскендерінде Мәрзияның қолынан ұстап шығарып және мінгізіп жүрді. Қыз қанша ыңғайсызданып тартыншақтаса да, Мәрзия, кел қарындасым. Мәрзия, әкел қолыңды деп қояр емес. Түскі ас кезінде де жанына отырып алып, ыдысына көкөніс салып беріп, ыстық тамағына қол жалғап қызмет жасауды ұмытпады. Бұрын соңды ер азаматтан мұндай айрықша ықылас көрмеген қыздың көңілі алабұртып, ерекше бір күйге бөленіп жүрді. Тіпті осы ықыласты іштей ұнатып, әлденені күтіп жүргендей. Түс ауа, қайтар жолда Нұрғали жанына келіп отырып алды. Жол бойы таңертеңгідей жұртты иіріп отырмай үнсіз болды. Мәрзия болса да өздігінен жағашпайды. Екеуі де жым-жырт, томпи ойнағандай. Тек анда-санда ой шұқырда көліктің секіргенінен тізелермен иықтары түйісіп қала береді. Жатақхананың алдына келіп автобустан түсіп жатқанда Нұрғали, Мәрзия, сен киіміңді ауыстырып шықшы, саған қаланы таныстырып қайтайын деді. Әншейінде не нәрсеге де үндемей келісетін қыз, ой ағай, бұл менің туған жерім ғой, сонау Ақтаудан келген сізге мен таныстыруым керек қой деп қаланы. Солай ма? Тіпті керемет. Ендеше сен баста, ағаң ілессін деп қуанып кетті жігіт. Мәрзия көп күттірмей, шалбарланып, жеңіл кеудешесін сыртынан жамыла есік алдына шыққанда Нұрғали да тықыршып тұр еді. Өмірінде желікпейтін қыз бүгін басқа біреуге айналып кеткендей, аяқ қолы жерге тимей, еркекке ілесе жөнелді. Екеуі алдымен арқан жолмен Алматы алақандағыдай көрінетін Көктөбенің басына шықты. Біраз тамашалаған соң қызарып батқан күннің сәулесімен Медеу шатқалының бауырындағы ұлттық мейрамхананың жазғы бағында ауқаттанды. Нұрғали қыздың жанына жақын отырып қолынан ұстап, өз өмірінен сыр шертті. Еркек құшағында отырып көрмеген Мәрзияның еркек лебінен бас айналып, денесі қызып, әңгімесінің бірін ұқса бірін ұқпайды. Мәрзия, айналайын. Адам өз тағдырының кілтіне ие болатын жанды көргенде алыстан таниды деген рас шығар. Мен сені көргеннен өмірімнің ендігі билігі сенде болатынын жүрегім сезді деп, жігіт шын өтірігі белгісіз жан сырын ашты. Мен неге осы күнге дейін салт басты, сабау қамшыл жүр деме?
Мен де жігіт болып, желігіп 20-ға толмай жатып үйленгем. Жас шаңырағыммен жағаласып жүріп институт оқып алдым. Алғашқы жылдары баламыз болмағанға бәлендей назар аудармадық. Екеуміз де студент болған соң іштей қол байлау болмады деп қуанғанды шығармыз. Өзімізше бәрі жоспармен келе жатқандай болды. Оқуды бітіріп екеуміз бір мектепке қызметке тұрдық. Жас отбасы деп бірден пәтер берді. Енді сол шаңырақты думанға бөлейтін бала керегін сонда барып түсіндік деп бір терең күрсініп алды. Оның ішінен шыққан жалыннан Мәрзия есін жиғандай болды. Сонда балаларыңыз жоқ па деді. Иә, 20 жылдан асты. Қосылғанымызға бір перзент сүйе алмай жүрміз. Ажырасып кетейін дегенді ойлағанмен көңілі тартатындай адам кездескен емес саған дейін. Сені көрдім де көңілім бұзылды. Ешкімге мұндай ынтық болған емеспін. Сен менің тағдырым шығарсың деп құшағына тартып қысып, ернінен сүйді. Мәрзия болса, армансыз қайғырып, армансыз жылаған түннен бері жұбаныштың ертеңің үшін бір бала туып ал дегені көңілінен кетер емес. Шайтан азғырып жүргенде мына кісіді кездесе кеткен қараш. Не айтса да жанына жағып, құшағына кіріп бара жатқан қараш. Бұрын ұжымдағы әріптестермен бас қосуларды ғана қызыл шараптан ауыз тиетін. Бүгін Нұрғалидың құйған коньягын түкте қарсылық танытпай алып отырды. Мейрамханадағы отырыс етектегі мейманхананың бір кісілік бөлмесінде жалғасты. Нұрғали күндіз әзірлеп кеткен бөлмеге жарым түнде қызды алып келді. Бойында жігіттің буы мен коньяктың қызуы бар, кәрі қыз дәл бүгін түн еркектен ештеңесін аямайтындай күйдеді. Алғашында оның ешбір қарсылықсыз шешініп жатқанын көріп, Нұрғалидың өзі іш тартып қалды. Дегенмен еркек аты бар емес пе, шешінген судан тайынбас. Мәрзияш, жаным, сен әлі қыз екеніңді неге айтпадың деп, риза болған еркек түннің бір уағында өртеніп жатқан қызды қайта бауырына тартты. Мәрзия жалғыз өзі төсегінде аунақшып жатып, шаршап барып көз ілінетін түнді жек көретін. Түнді де біреу түн дейді, қара түнек деп тілейді. Бірақ түннің ішінде ләззат барын білмейді деп ақындар бекер айтпаса керек. Бүгін сол қара түнектен ләззат алды. Осы түнге нәпсіз деп келмеп еді, өмірінде тұңғыш рет жан дүниесі елжірей біреуді жақсы көріп, оттай құшағында бақыттан балбырап, жылап жатты. Нұрғали, маған ұнап қалдың, еліме алып кетем, әйелмен ажырасып жүредім, бала тауып берсең арман болмас еді дегендей сөздерді үйіп төгіп айтып қыздың басын айналдырып жіберді. Алғашқы түннен кейін жатақханадағы Мәрзияның оңаша бөлмесінде бірге жатып жүрді. Мәрзия осы жүрісінің дұрыс еместігін білсе де Нұрғалиға ешбір қарсылық таныта алмады. Әлде жұбаныш жеңгесінің жаныңа жалау болар, бала тауып ал дегенін орындағысы келгенде болар. Өзін-өзі түсінбейтін бір қорлықтан құтқарғысы келетіндей. Сол қорлықтан, жалғыздықтан ана болу арқылы ғана құтылатындай. Білімдерін жетілдірген мектеп басшылары енді қоштасу кешін өткізді. Оны да ұйымдастырып жүрген баяғы староста Нұрғали. Топтағылар осы бір өнерлі, келісті келбетті, өзі ақ көңіл азаматқа дән риза. Бәрі мақтайды. Жұрт мақтаған жігітті қыз жақтаған. Мәрзияш кеш бойы Нұрғалимен ғана билеп, ертең оның кететін ойлап қимастықтан іші әлем-жәлем болып жүрді. Нұрғали болса 40-қа таянғанша бір еркектің құшағын көрмеген кәрі қыздың өзінен еш нәрсе сұрамайтынына таңданып, іштей сауабын алғандай сезімдеді. Ең болмаса, осы кеткеннен байланыс үзілеме. Егер мен екі қабат болып қалсам қайтем, сен мені іздеп келесің бе? Ажырассаң, сен маған үйленесің бе деп те сұрамайды ғой. Не болса да ішінде, үндемей, жанында томпайып жүреді де қояды. Қой аузынан шөп алмас момынның өзі. Ол үндемеген сайын жігітті ұят қысатындай. Кейде қарап отырып жаны ашып кетеді. Бұл қыз мектептегі қасқырлардың ортасында қалай оқу ісі бойынша орынбасар болып жүр екен-ау. Дәуде болса қағаз толтыруға шебер шығар деп ойлап қояды. Бүгінгі мұғалімнің бір соры қағаз толтыру болды ғой. Шәкірттермен айналысқаннан басқа ауданға, облысқа, одан әрі министрлікке есеп беру, ұсыныс жасау, одан қалды күнделік жасау дегендер толып жатыр. Ең жек көретіндері де сол, бітпейтін қағаз жұмысы. Өзінің мектебінде осы Мәрзия сияқты ұқыпты, көп сөзі жоқ, бір қызды тек қағазға толтыруға отырғызып қойды. Жоғарыға есепті сол береді. Ертесіне өзі айтпақшы, аулы жақын Мәрзия Нұрғалиді ұшаққа шығарып салып тұрды. Хат жазып хабарымды білдірем, сен де хабарлас. Мектептегі телефонға қоңырау шалып тұр деп нөмірін берді. Мәрзия да
Өзінің маржандай жазуымен мектептегі және үйдегі телефон нөмірлерін, мекен жайын анықтап жазып жатты. Нұрғали тіркеліп, жүгін өткізіп жанына келді де соңғы рет бетінен сүйіп, хабар үзбе деді. Мәрзия осы жолы батылданып еркекті құшақтай алып, мойнына асылып жылап жібергені. Қанша дегенмен бір айдай құшағында жатып, өзінің адалдығын көрсеткен жан дүниесі тап-таза қызды аяп, жүрегі елжіреп кеткен жігіт. Жыламашы жаным. Бәрін реттестірген соң, жібекті іздеген төлегендей, ақжайықтан сені іздеп келем деп, әзілдеп қайтадан қыздың бетінен сүйіп құшағына қысты. Мәрзияның алғашқы және соңғы ыстық сезімі ұшақпен бірге аспанға көтеріліп бара жатты, қол жетпестей болып. Сол кеткеннен Нұрғали мол кетті. Мектепте жаңа оқу жылы басталды. Мәрзия жаздай оқып, тоқып, жинап келген тәжірибесін әріптестерімен бөлісу үшін қызметіне белсене кірісті. Көңілі алаңдап, Нұрғалидан да бір хабар күтулі. Сағынышымен араласып жүрек түпкіріндегі үміті бір жанып, бір өшеді. Үйден таңертеңмен шыққанмен қасқарая ғана оралады. Түскі тамағында оқушылармен бірге асханадан шет, алдынан ақсаңдай басып анасы шығады. Құлыным ау, биыл тегі жұмысың көбейіп кетті ғой. Қойсайшы осы зауыш дегеніңді. Бұрынғы тыныш қана сабақ беріп жүргендерің жақсы емес пе еді? Деп күн сайын есік алдынан қақсап қарсы алатын әдет жамады. Тұрар жеңешесінің әзірлеген кешкі асын кейде жейді, кейде ауыз тиюге мұршасы келмей төсекке мұрттай ұшады. Соңғы кездері тамаққа тәбеті де жоқ. Асханаға кірсе болды, иісінен жүрегі көтеріледі. Кейде басы айналатын болып жүр. Бойындағы бұл өзгерісті ол жұмысының көптігінен шаршағаннан организмі әлсіреген деп түсінетін. Есі шығып жүріп, етеккірінің кезегінде ұмытып кетті. Уақытынан жаңылып, соңғы келген күнін еске түсіре алмады. Уақытылы тамақтанбай асқазаныңды бүлдірдің. Енді мынау жөндеп ас қорыта алмай жүргенің деп анасы әуеніне қайта басады. Күнімжан екеуі ауданға жиналысқа кетіп бара жатқанда көлік ішінде жүрегі көтеріліп мазасы қашты. Екі рет жол жөнекей тоқтатып сыртқа шықты. Не болды? Кеше жақпас ас іштің бе деп сұрады әріптесі. Білмеймін ғой, күндегі жеп жүрген тамағым. Бұрын көлікте жүрегің айнымайтын бе еді? Ондайым жоқ еді деп күлімжіді. Екі мұғалім түсте жиылыс өткен ғимараттың маңайындағы асханаға тамақтануға барды. Кіреберістен қолдарын шайып, залдың ортасына қарай жайғасты. Ас мәзірін қарап тапсырыстарын берді. Жиылыста талқылаған мәселе жайында пікір алмасып, отырғанда даяшы пәтнөсін толтырып тапсырыстарын алып келді. Әрқайсының алдына қойып, астарыңыз дәмді болсын деді де бұрылып кетті. Сол аралықта тағамның буымен иісі мұрнына барғаннан Мәрзияның жүрегі көтерілсін. Күнімжанға айтып үлгермей, атып тұрып манағы қол шайған жаққа қарай жүгірді. Қайта келіп отырғанмен асқа тәбеті болмады. Түрі бозарып, тек кеседегі шайды ұрттап қана отыра берді. Саған не болды? Бір жерің ауырып тұр ма? Өзің жүдеп кетіпсің ғой деді бұрыннан сыралғы келіншек. Екеуі институтты қатар бітіріп келіп қызметке кіріскен болатын. Сол алғашқы күннен сыйласып, достасып кеткен. Қайдан есіне сап еткенін Мәрзияның басына осымен екі қабат емеспін бе деген ой келді. Қанша дегенмен Нұрғалимен ала жаздай ән салып, бір ай бойы төсектес болды емес пе? Күнім, сенен бір нәрсе сұрасам ешкімге айтпайсың ба деді, қыз кезіндегідей қысылып. Сұра, сені айтсаң неге айтам біреуге деді құрбысы. Мәрзия енді сөзді неден бастарын білмеді. Бірден, қалай мен екі қабат сияқтымын десең, еш жоқ, түз жоқ. Байқұстың еркекпен жұмысы жоқ, осы қалғаны қалған ғой деп аяп жүрген әріптесіне. Күнімжан бүгінде 3 баланың анасы, 5 биенің сабасындай дейтін келіншек болған. Тамақты қарыпта жеп, шаймен итеріп қойып соғып отыр. Мәрзия біраз қипақтады да, не болса да шынымды бір адамға айтайын деген шешімге бел байлады. Биыл жазда мені Алматыға оқуға жіберіп едіңдер ғой деп басталған әңгімесі өзінің мінезіндей тұп-тұйық қысқадан нұсқа болып шықты. Аяғы жаңа ғана ойына келген мен екі қабат емес пе екен дегенде келіп тірелді. Астың рахатымен отырғандай болған Күнімжанның көңілін құрбысының мына сыры астан кестең етті. Сонда да үндемей соңына дейін тыңдады. Мәрзия ішіндегісін ақтарып болып үнсіз қалғанда, еркекпен бір ай жатпақ түгілі бір ретте бірге болғаннан да бала бітіп қалады. Тіпті зорлап кеткендерден де бала көтеріп қояды деді. Сондай болып қалсам елге не бетімді айтам, не істеймін деді сорлаған қыз. Қайтесің, туасың да, сен жас емессің, адасып қалды, алданып қалды, зорланып қалды дейтіндей.
жеңіл жүрісті емес екенің белгілі. Жасың да келіп 40-тың төбесі көрініп тұр. Түсінгендер өзің үшін туды дер. Табалағандардың қайсы бірінің аузын жабасың. Мәрзия айтарын айтып салып бірдеңе білдірген баладай тым-тырыс отыр. Апам, мен ағаларыма не деймін? Апам сорлы өлетін шығар елдің сөзінен деді, көзі боталап. Қой енді, көп сөзді қоялық та, келіп қалған екенбіз аудандық емханаға баралық. Әйелдер дәрігерін тауып алып, қарал. Алдымен жағдайды нақтылап алайық, жүр деп дастархан батасын жасағандай бетін сыйпап орнынан көтерілді. Мәрзия үнсіз ілесті. Күнімжанның емханада таныс жеңгесі бар екен. Құлағына тиісімен ештеңе сұрамай-ақ дедектетіп гинеколог деген жазу бар есікке алып келді. Мәрзия жылына бір рет медтексеруден өткенде осы есікке келетін. Оның әлі еркек көрмедім дегенін түсініп креслоға шығармай-ақ қарап жібере салатын қағазына қол қойып беріп. Бұл жолы темір креслоға аяғын асып қойып ұзақ қарады. Әлде бір анализ алып, құрсағын ары-бері басып мыжып көрді. Соңғы етеккіріңіз қашан болды деп сұрады. Шілденің соңында. Анық қай күндері? Есімнен шығып қалыпты. Өзіңіз сауатты адамсыз, әрі жас қызды емессіз, белгілеп жүрмейсіз бе деп дәрігер сөгіп алды. Мәрзия қып-қызыл болып ұялып, іш киімін киіп жатты. Қағазға әлденелерді түсірген әйелдер дәрігері 8-9 аптада енді УЗИге барыңыз деп қолына бағыттама жазып берді. Көңілі күдікке болып, өзі жолдан шаршаған Мәрзия үйіне түн қараңғысында оралды. Әдеттегідей анасы алдынан сөйлей шықты. Ойпырмай, амансыңдар ма? Тіпті кешіктіңдер ғой деп ішке қарай еріп келеді. Өңі сынық, қабағы түсіңкі қызының сыры өзіне белгілі, үндемейді. Тағы бірдеңелер сұрауға батпады. Сол күннен бастап Мәрзияға уайым түсті. Ойыны осылды деген осы. Енді қайттым, апама не деп айтам, тағы басқа. Көп ұзамай сол үндемеген күй Алматыға тартып кетті. Ішіндегі дерттің бәрін жұбаныш жеңешесіне ақтармақ. Мұны жер бетінде бір жан түсінсе, сол түсінер. Бір жан табаламай шешімін айтса, сол айтар. Анасына да, аға жеңгелеріне де сол жеткізіп жұқалар. Өзі қара бет боп қалғанын қай бетімен айтсын. Жазда келіп кетіп жүргеніңде көңіліңнің бұзылып жүргенін сезгем. Бірақ 20-дағы жас қыз емес, жанына жалау болар бірдеңе туса туып алар деп едім. Енді ана перзентсіз жүрген пақырға хабар бер. Мүмкін саған қосылар деді ақылшысы қайынсіңлісінің сырын тыңдап болып. Мәрзия Нұрғалидың тастап кеткен телефон нөміріне хабарласып еді, арғы жағындағы әйел адам Нұрғали Әзірбайұлы біздің мектептен ауысып кеткен деп жауап берді. Өзі есеңгіреп жүрген қыз қайда ауысты? Сол жақтағы телефонын бере аласыз ба деп сұрақталмады. Әне, еркектер сөйтеді, қоштасқалы 2 айдан бері бір хабарласпады дегенінен шошып едім. Өтірік мен білсем баласы жоғы да ажырасатында деп жұбаныш біраз бұрқырап алды. Сабасына түскенде барып, жарайды қайтеміз енді, жылай берме. Апаңа, ағаларыңа мен түсіндіремін. Ауылға қайтта жұмысыңды жалғастыра бер, декретке шыққанша деп кеңес айтып шығарып салды жолға. Мәрзия үйге келген соң анасы мен аға жеңгесіне әріптестеріне сыр бермеуге тырысты. Бала күнінен ет жеңді, өзімен өзі тұйық жүретін қызға ешкім күдіктеніп те қарамады. Күнімжан да күнде кездесіп жүрсе де ештеңе сұрап мазасын алмады. Тек өзі күнде киіп жүрген көйлектерінің тарыла бастағанын, жүрісінің ауырлап, жатқысы келе беретін байқады. Тәбеті қайтадан ашылып, енді ананы-мынаны жегісі келетін шығарды. Жұбаныш жеңгесімен қанат ағасы келгенде Мәрзия ұяттан кіріп кетер тесік таппады. Үйге бір кіріп, бір шығып әсіресе ағасына қарауға жүзі шыдамады. Қанша қашса да Жұбаныш апасы мен Тұрар жеңгесін өзіне қосып оңаша бөлмеге апарып мәселені жайып салды. Апасы келіні қинала отырып, кішкентайдың аяғы ауыр болып қалыпты дегенді айтқаннан ойбайға басты. Ойбай, қара бет болдық-ау. Ойбай, жетесіз қарай. Жүріп сен албасты ма? Осының оң жақта отырып қалғанынан шошып едім ғой. Сонда да ең болмаса қатын өлген шалға шықса да жөні табар деп ойлаушы едім. Мұндай күллі жұртқа абыройын шашып ағаларын жерге қаратар демеп едім деп күйіп-пісіп, қан қысымы көтеріліп кетті. Бесеуің жүріп, арттарыңнан ерген бір түйір қызға бай тауып бере алмадыңдар-ау. Өздерің менің бір ұлымды құшақтап жатып басып берсеңдер де біреуге беріп жібермеңдер ме? Ойбай, ағаларына не бетімізді айтамыз, ойбай деп үйді күңірентіп барып бір тоқтады кейуана. Келіндерде үн жоқ. Мәрзия тірі өлік болып отыр. Өңнен өң жоқ. Әй, бері қара, әкесі кім ол? Көк түйнектің. Жұбаныш, сен бар пәлені білесің, екеуіңнің ым-жымың бір.
тап әлгі еркекті ағаларыңның қолынан өлмесін десең. Апа, ол жігіт өте алыста екен. Сонау Ақжайықтың бойынан оның үстіне отбасы бар көрінеді. Тоқал етсе де алсын, кіммен қарайса сонымен ағарсын албасты. Онымен хабарласа алмай жатырмыз. Ендеше тұқымын құрт, қашып жүрген пәленің. Алдыртып тастасын елдің бетіне қалай қараймыз? Ана 5 арыстанымның жүзіне салық болатын болдың ау бетпақ деп даусы барылдаған кемпір тағы қан қысымы көтеріліп барып тынды. Тұрар енесінің сырын біледі. Дереу қан қысымын өлшеп, дәрісін ішкізіп жүгіріп жүр. Мәрзияда әдеттегіден ары тіл жоқ. Манағы отырған жерінде ашытқан қамырдай болып отырды да, мына масқараға шыдай алмай, жылап өз бөлмесіне тартты. Дуынды айтпала кемпір сонда да, көзің ақсың, көзің аққыр деп қояр емес. Жұбаныш осының бәріне өзі кінәлі сияқты иіні түсіп, басы салбырап енесінің алдында әлі отыр. Баланы алдыр дегеннен есі шығып, енді енесінің үкіміне қалай қарсы келудің жолын таппай басы ауырып кетті. Жаныңа жалау болар бала тауып ал, ең болмаса деп өзімен өзі жүрген момын жанның құлағын көтерген өзі екенін білет. Енді ашумен намысқа шыдамай бейкүнә баланы алдырып тастаса, о бала алдымен өзіне келмей ме? Қайын сіңлісінің арғы тағдыры не болмақ? Айтбала бәйбішінің дәрісін ішіп, аптығы басылған сәтін пайдаланып, апатай, қызымыздың жасы 20-да емес қой, алданып қалды. Өмірі әлі алда дейтіндей, енді 2 жылда 40-қа келеді. Оның құрдастары келін түсіре бастады. Бүгін ашу үсті баланы алдырып тастаса, келешегі жолы бір жолата кесіліп қалса қайтеміз деп сипақтады әңгімені қайта шалғады, шешуін білу үшін. Айтқаныңның бәрі дұрыс қой, бірақ қай жасқа тапса да оң жақта отырып тапқан бала сүйекке таңба. Оны қазақ көрдемше дейді. Ар сотының алдында соған қатысы барлар елден шеттетілген баяғыда. Ондай балаларды ойнастан туған деген. Ертең өсе келе баланың өзіне де ауыр. Осындай күнәлі іске басқа мектепте үлгілі мұғалім болып жүрген 5 ағасы елге тұтқа болған қасиетті қара шаңырақта өскен Мәрзияның барғаны дұрыс па? Күйдіріп отыр ғой бұл қар, деп өзегі өртене ах ұрды кейуана. Шындығына келгенде, үлкен ананың айтып отырғанының бәрі орынды. Қазіргі кезде кейбір қыздар білім алуды, біреуге күні түспес үшін өзі табыс табуды, қызметке дәрежесін өсіруді, аш көздене дүние жинауды мақсат етіп жүргенде жастық шақ зу етіп өте шығады. Жасы орталанып қалғанда өзінің менмендігін қанағаттандыру үшін серікке бала тауып алуы арғасын, тоқымға таңба дегенді ойлап бермейтіндер көбейді. Мәрзияның да сол топқа қосылып отырғаны енді әулетке таңба, ертең ол бала өскенде оның да бетіне шіркеу екенін айтпала апа түйсінген сайын іші өртеніп, артына шегінер жер қалмағандай. Ал енді ағаларыңа не бетімізді айтамыз. Сен бесеуің жердің жыртығын жамайтындай, мен білмейтін бәлесі көрмейтін кереметі жоқ жалмауыз кемпірдей болып жүріп, бір қызға ие бола алмадық. Мына қарабет қалай мектепте шәкірттерінің алдында шермеп жүреді деді. Даусы келіндерінің миын тесіп өтердей. Апа, менің төркіндерім арғы бетті ғой, ешкім танымайды. Сонда жіберіп босандырып алайық деді Тұрар, тың әдіс тапқандай. Жетісіпсің. Бұл 18-дегі қыз беді, тоғызып алып өзін жіберіп баласына бауырға салып алатын. Бұл сорлы жалғыз қалмайын деп осы баланы тауып алмақшы болып отырған жоқ па? Қайтып бөлеміз екеуін. Өлмей ажырамас баласынан деді жағдайын енді ғана түсінгендей. Бағанадан осы жайға өзін кінәлідей, жанын қоярға жер таппай отырған Жұбаныш, жеңеше, апам дұрыс айтады, біз оны баладан ажырата алмаймыз. Енді сол мектепте қалай жүретіні қиын болып тұр ғой, деп әдетінше бас бармағын тістеледі. Бір істің шешімін іздегенде сөйтетіні болатын. Қойшы, ішке түскен көк түйнек піспей қояр деймісің, ұлдарыма қалай айтармын деп келінін тыйып тастады енесі. Заманында 5 ұл тапқан бәйбіше болып, шалының қара орманында шалқып отыр емес пе? Ағайынның қандай мәселесі болса да осы шаңыраққа келіп ақылдаспай біткен емес. Сол 5 ұлдың арқасында ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс, қайда барса төр айтпаланыкі. Қайда барса құрмет қара кемпірге, абыройының айрандай төгілгені осы жол шығар. Енді елдің бетіне қай бетімен қарайды, ағайынның алдына қалай шығады. Осыны ойлағанда жаны ышқынып кетеді. Бабаларымыз жаным, арымның сағдағасы деп осындай қиналғанда айтқан шығар. Мына масқараға ел құлақтанғанша мен өле қалсам ғой деп жастыққа құлай кетті отырған жерінде. Екі келіннің бірі соға, екіншісі тонометрге жүгірді. Ойбай салдақай деп кемпір әлі де қояр емес. Не бол, жатқанын көзімен көрмесе де Мәрзияның көңілімен сезіп, іші алай-түлей.
Үлкен бөлмеге келіп апасынан кешірім сұрайын десе, ары жібермейді. Әрі-сәрі болып отырғанда жұбаныш кірді бөлмесіне. Қызау, апам сұмдық ауырып, қан қысымы көтеріліп жатыр деп. Не істейін, жанына барайын ба деп есі шыққан қыз. Ойбай, көзіне көрінбе, сені көрсе жағдай ушығып кетер. Одан да енді не істейтінімізді екеулеп ақылдасайық деп, маңдай терін сылып тастап жанына шайқасты. Еркетай жеңгесінің де есі кеткені көрініп тұр. Сені ертең ала кетейін, босанғанша біздің үйде бол деді. Мәрзия болса, жоқ, бізде 90 аяқталып келе жатыр, бәрін тастап қашпаймын ғой деп міңгірледі. Енді не істейсің, осында жүресің бе? Деген жеңгесінің үнінде таңданыс бар. Көмейінде ішің жермейіп деген сөз қалды. Көз қиығын қайын сіңлісінің қарадақтана бастаған жүзіне салды. Бүгін кетіп қалсам, ертең жұмыссыз қалам ғой. Содан соң бізді кім асырайды деді Мәрзия көпше түрде сөйлеп. Оның да дұрыс, өзіңе ыңғайсыз болмаса, осынан декретке шық. Бірақ апамның көңілі қалай болар екен деп күмілжіді жеңгесі. Ағайын арасында генерал атанған енесін есіне алып. Қайтем енді. Басқа түскенін көрермін, осында болам ғой деп дауысы дірілдеп жылап қалды. Жеңгесі де аяныштан жанына келіп құшақтап бетіне түсейді, жасын сүртіп. Қайран ғана орталарында еркелеп жүрген кішкентайы. Енді мүсәпір болып отырғанына іш ашыды. Мықты бол. Мектепте әріптестеріңде сөз ілестіреді, намысыңа тиеді, шыда. Үйде апамда сөйлеу беруі мүмкін, ағаларыңда қырын қарауы мүмкін. Төзімді бол, қиындықсыз ештеңе жоқ. Сенің ендігі өмірің осы балаға байланысты деп біраз сабырға шақырды. Ортаншы ағасы ләм-мим демей, қалай келсе солай таңертең әйелін ертіп жолға шықты. Қанат көкесі сол күннен бастап үй ішінде кездеспеуге, қарындасының көзіне қарамауға тырысып жүрді. Қай кезде жұмысқа кетіп, қай кезде келіп тамақтанатыны белгісіз іс сапарға кеткен адам сияқты. Мәрзия да үйдегілерге көрінбеуге тырысады. Ерте кетіп кеш келеді. Есіктен ене бөлмесіне тығылады. Анасы өзінің қарсылығын үндемей, көрсе де көрмегенсіп білдіруде. Тұрар жеңешесі ғана кішкентай, анан жейсің бе, мұнан жейсің бе, ұйықтап алсаңшы деп қамқор болып жүр. Бір күні апасы шыдамаса керек. Әй Мәрзия, 9 ай, 9 күн көтеріп, түнгі ұйқымды 4 бөліп өсірген анаң едім ғой. Ең болмаса, маған шыныңды ақтар шырағым деді оңашада. Қандай шындықты айтам деді қызы. Ана ішіңдегі түйнектің әкесі кім? Осы ауылда болса айтшы. Байлатсам да саған қостырам, әлде балалы шағалыма. Апа, мені кешіріңіздерші, деп жылап жіберді бейбақ қыз. Жалғыз қызының мынандай мүшкіл халге түсіп қалған анасының жүрегін езіп жіберді. Шыдай алмай қызын бас салып, жас шуған жүзінен сүйе бастады. Тек айт, деп қоймайды сонда да. Апа, ол кісі бұл жақтың адам емес, өте алыстан, әйелі бар, баласы жоқ екен 20 жылдан бері. Хабарласайық та ол сол маңдайға қуансын, қайда болса да бар, соңынан мынандай қарабет болғанша тура той жасап ұзатам дейді шешебай қыз. Мына масқарадан құтыла қалатындай. Хабарласқанмын жұмыс орнына, басқа жаққа көшіп кетіпті, өзі бізді іздемеді деді де ішкі өкпесін ақтарып. Дәу, көкең айтам, осы елде болса тауып алады, дейді шарасыз ана ұлын пана тұтып. Апа, керек жоқ, мен оны зорлап балама әке ете алмаймын, бұл бала өзімдікі болады. Егер сіздерге ыңғайсыздық туғызсам, елден кетейін деді, өмірінде бірінші рет өз тағдырына шешім айтып. Перзентінің елден кетейін дегенін есін жиғандай болған ана, қой, елден кеткен несі деді шошып. Ешкім танымайтын бір жерге барып, босанып баламды өсірем. Әкесін сұрағандарға ажырасып кеткемдермін. Қой енді, басқа түссе баспақшыл деген, жасың ұлғайып қалды, жаныңа серік ет. Бәрібір енді байға тигін келмейді екен, осы баланы өсір, қайтеміз енді деді, тағдырға мойын сұнғандай халде. Өзі қыз болса болар еді. Еркек баланың өсе келе тегін руын сұрайды қазақ. Әрі қыз деген жанашыр ғой, ал еркектің қатыны қандай болады, соған байланысты. Сені шешең жолдан тауыпты деп, бақпаймын деп жүреме деп баланың болашағына сапар шегіп кетті. Мәрзия үндемей, құдды тілін жұтып қойғандай отыр. Айтарын айтып болған шешесі шығып кетті. Мәрзия кабинетінде күнделік толтырып отыр еді, Күнімжан кірді. Мәкөш, бір сөз бар еді деп еркелетіп. Кел деп басын қағаздан көтеріп назар аударды, тыңдап отырмын дегендей. Күнімжан дәл жанындағы орындыққа келіп жайғасып, қол сөмкесін алдындағы үстелге қойды. Алдымен басынан тастамайтын көк орамалын түзетіп алды. Бір қызығы сол орамалы басына тоқтамайды, қашан көрсең түзетіп жүрген. Жағдайыңды бастыққа айттың ба деді, сыбырлағандай болып. Жоға деп жауап берді Мәрзия бірден. Тіпті соны бастыққа айту керек екендігі ойына да келмеген. Тек ішінен тынып өзімен өзі тұйықталып тапсырмаларын ыждағат
ниетпен орындап жүре беретін. Соны құрбысы байқаған ғой. Бірдеңе етіп бастыққа айт. Ол хабардар болған дұрыс. Ертең орныңа аяқ астынан кімді қояды? Мәрзия енді тығырыққа тірелгендей болды. Шегінерге жол жоқ болғандықтан жарайды деді. Оның сол кездегі түрімен, іріп шыққан үнінен адам аяйтындай еді. Ертеңіне Ханбибі Шонаевнаның алдында отырды, бетімен жер басып. Жағдайды естіген директордың алғашында үні шықпай қалды. Мәрзия көзімен жер шұқыды. Бірақ үнсіздіктен соң директор: «Иә, Мәрзия Сейтенқызы, бұл қиын болды. Енді сен арқылы мектеп ауылдағы тілді әйелдердің ермегіне айналатын болды. Сен қатардағы мұғалім емес, директордың тәрбиесі бойынша орынбасарысың. Ана жоғарғы сыныптағы бой жетіп келе жатқандарға не үйретіп жатырсыңдар десе, не айтамыз?» Балық басынан шіріп жатып деп бір тоқталды. Оның әрбір сөзі Мәрзияның жүрегіне инедей қадалуда. Басын төмен салбыратып отырғаннан көз жасы жерге тамды. Соны байқаған бастығы: «Жылағанмен абырой жабылмайды. Ертерек ойлану керек еді. Жас емессің, тым болмағанда басқа жаққа ауысып кету керек еді», деп өз атына келетін сөзді де еске алып отыр. «Енді амал жоқ. Сені мектептен қуып жібере алмаймын. Ертең педсовет шақырып орынбасарлыққа басқа біреуді сайлаймыз. Сен демалысыңа шыққанша сағат аларсың», деп шешімін айтты. Ханбибі Шонаевнаның айтқаны айдай келді. Педсовет өтіспен-ақ тәрбие зауыш неге орын босатты деген жұмбақтың шешуін іздей бастады. Тілі ұзын әйелдер кім өз еркімен кетеді? Жаздаған оқып келді деп қазбалай жөнелді. Мұнда бір гәп бар деп себебіне іздеу салды. Өзі бала күнінен доп-домалақ, мінезі салмақты Мәрзияны басында ешкім жолдан бала табады деп ойламаса керек. Күндердің күнінде өзінен тілі шиірік, әр нәрсені білуге әсіре әуес қой жанғаным жұмбақты шештау. Жай шешпеді. Жұрттың көзінше Мәрзияны түйрей шешті. «Бәсе, тәрбиесін жүргізуге тәртібі дұрыс адам ие болу керек қой. Әйтпесе балаларға өзіміз жолымыздан адасып жүрсек не үйретеміз деп едім-ау», деп қолындағы сынып журналын тарс еткізіп столға тастады. Мұғалімдер бөлмесінде отырғандар түгел елең етісті. Қағаздарын қоя салып құлақтарын жанғанымға тікті. Оның нені бықсытып келе жатқанын Мәрзия сезді де, не отыра берерін, не шығып кетерін білмей қиналды. Жанғаным өсегінің басты кейіпкері отырау. Әрі әріптесім ғой деп аяқ тартпады да. «Бүгін біз естідік, ертең ата-аналар да естиді. Мектепте тәртіп басшыларынан бастап бұзылған дегенді естіп, ауданнан комиссия шығады деп желдіртіп барады. Біреу сөзіме қосылама дегендей еліріп, жан-жағына қарап қояды сіріңке қара келіншек. Мәрзия тағы біреу бірдеңе дейма деп қорқып отыр. Үстел астынан тізесі дірілдеп. Бір кезде терезе алдындағы үстелде отырған Мақсұт: «Әй, жанғаным, не айтып отырғаныңды ұқпадым. Біздің мектепке комиссия шығаратындай не болып қалды?» деді таңырқап. «Неге білмей қалдыңдар? Не үшін аяқ астынан тәрбие зауышы ауысты дейсіңдер?» деп екіленіп келе жатыр. Естіген жайып салмаққа. Шуақ апай орнынан тұрып: «Қойыңдар енді, үндемегенге үдетіп барасыңдар ғой. Кімді өшірет басшылар өздері біледі. Одан да қайталық сағат 7-ге аяқ басты», деп қол сөмкесін алып есікке беттеді. Бөлмедегілердің бәрі бір-бірден шыға бастады. Олар түгел кеткенше Мәрзия қағаздан басын көтермеген күй отыра берді. Ауылдың аузы жеңіл жеңгелермен тілі өткір замандастарының басылық қосыла қалса, әңгіме тақырыбы мектептегі тәрбиесі бойынша орынбасардың жеңіл жүрісі болды. Мәрзияның анасы қысты қалада өткізіп келем. Ыстық суық су ішінде жаныма жайлы деп қатындардың қырқылжың сөзінен қашып кетті. Мәрзия не көрсе де не істесе де баласы үшін шыдап, ішінен тынып қысты өткізді. Бұл перзенті үшін ананың бәріне төзудің басы болатын. Декреттік демалысын алысымен қалаға жұбаныш жеңешесіне тартты. «Кел, осында босанасың, бәрін даярлап қойдым», деп шақырды. Елдің ішінде отырып жалғыздық сезініп, анасы мен бауырлары тұрып жетімдік көріп, өзін жер әлемдегі ең бақытсыз деп жүргенде, жеңешесінің қамқорлығы қам көңілін жібітті.